кітаптың аты «Шаруа мен аю». Мен бұл кітаптың ішіндегі бұршақ дәнін таңдадым. Енді сіздерге айтып беремін. Ете-ете-етеде әтеш пен тауық болыпты. Бірде әтеш бұршақ дәнін тауып алып жемекші болғанда тамағына тұрып қалады. Әтеш тауықтан су әкеп беруін өтінеді. Тауық бұлаққа барып су сұрайды. Бұлақ оған: сен маған жөке ағашына жапырақ әкеп берсең, мен саған суымды берем дейді. Тауық жөке ағашына барып: жөке ағаш, маған жапырағыңнан берші десе, жөке ағашы: сен маған жіп әкеліп берсең, мен саған жапырағымнан беремін деп айтыпты. Сөйтіп тауық бойжеткен қыздарға барып: қыздар, маған жіптеріңнен беріңдерші дейді. Ал қыздар оған: сен бізге тарақ әкеп берсең, біз саған жібімізді береміз деп айтыпты. Сөйтіп ол бақалшыға барып: бақалшы, маған тарақ берші дейді. Сөйтіп бақалшы айтады: сен маған нан әкеп берсең, біз саған тарақ береміз деп айтыпты. Сөйтіп наубайшыға барады. Наубайшы: маған нан пісіріп берші десе, маған нан пісіру үшін отын керек. Ал тауық отынды наубайшыға әкеп береді. Наубайшы оған нан пісіріп береді. Нанды бақалшыға береді. Бақалшы тауыққа тарақ береді. Тарақты қыздарға береді. Қыздар жібін береді. Жіпті жөке ағашына береді. Жөке ағашы тауыққа жіп не береді? Жапырақ береді. Жапырақты бұлаққа береді. Бұлақ оған су береді. Сөйтіп бұлаққа су береді. Сөйтіп тауыққа ризашылығын білдіріп, кукареку деп шақырып жібереді. Сөйтіп әтеш бұрынғыдан бері қатты шақыратын болыпты.